Сәлем достар, бүгін сіздермен кимчи салатын дайындайтын боламыз. 1 литр мұздай суымызға 3 ас қасық тұзымызды салып, жақсылап тұзымызды ерігенше араластырамыз. Каналдың дамуына үлестеріңізді қосу үшін тіркеліп және лайк басып жіберуді ұмытпаңыздар. Енді кезекте пекинский капустамыздың сыртын жақсылап жуып аламыз да, ортасынан 2 бөлікке бөлеміз. Осылай орналастырып алғаннан кейін мұздай суымызды құйып, капустамыздың үстін ауыр салмақты затпен бастырып қоямыз. Салқын жерге 3 күнге қоясыздар. 3 күн өткеннен кейін бізге жарты тәтті бұрыш қажет болады. Оны да осылай ірілеу етіп турап, измельчительге уақтап турап аламыз. Одан кейін бізге 3-4 штук чеснок қажет болады. Оны да осылай ортасынан бөліп, ыдысымызға саламыз. Одан кейін бізге 2 ащы бұрыш қажет болады. Оны да солай тураймыз да, блендерімізге салып, жақсылап, уатып турап алатын боламыз. Енді кезекте табамыздағы капустамызды алып, суынан сығамыз да, мен жіңішкелеу етіп турап алдым. Сіздер өздеріңіз білесіздер, турамауға да болады. Жіңішкелеу етіп турап, ыдысыма салам да, блендерде кезген ащы бұрышымды осылай араларына жағып, үст-үстіне орналастырамын. Одан кейін жарты кеседей қалған алдыңғы тұзды суымызды құйып, бетін жауып холодильникке қоямын. 1-2 сағаттан кейін жайлап дастарханға қойып жей берсеңіздер болады. Осымен бүгінгі біздің кимчи салатымыз дайын болды. Сау болыңыздар.